Алибей Идрис UFC-ге кіруге дайын тұрған қазақ жауынгері. 10-0 рекордпен келе жатырған батырымыз өте әдемі төбелес тәсіліне ие. Күрес десең күресі бар, бокс десең соққысы бар. Керек болса, айналып теуіп, нокаутпен де жеңіп жүр. Қазіргі сәтте Алибей Лас-Вегас қаласында UFC-мен келісімшарт үшін The Ultimate Fighter реалити шоуына қатысып жатыр. Сондықтан, осы жылдың соңына дейін UFC-ге тағы да бір қазақ баласы қосылуы мүмкін. Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, бірге Азамат, және бүгін біз Алибей секілді UFC-ге жақын тұрған, немесе де UFC-ге қосылатын топ қазақ жауынгерлері жайлы сөз қозғаймыз. Ал бастамас бұрын. Бұл видеоның демеушісі Tennis2Z букмекерлік компаниясы. Әлем бойынша ең үздік және ең сенімді букмекерлік кеңсе. Өте керемет. Назарларыңыз үшін көп-көп рахмет. Сонымен, видео басталмас бұрын тағы біраз айтып кетуім керек. Біз жаңа форматтағы видеоларымызды жалғастырып жатырмыз. Егер бұған дейін подкаст пен сұхбаттармен шектелсек, ендігі жолы біз үшін жаңа бейнелерді тексеріп жатырмыз. Және де осы жолы біз топ 5 деген айдарымызды қосып жатырмыз. Топ 5 қазақ жауынгерлері, топ 5 әлемнің үздіктері, топ 5 шапката мықты қазақ жауынгерлері және тағы басқалары. Біз бұл айдарды жаңадан қосып жатырғасын сіздердің қолдауларыңызға мұқтаж болып отырмыз. Бұл видеоға міндетті түрде лайк басып, 500-ден тұратын комментарий жазып кетсеңіздер болады. Мысалы, Шавкат Рахмонов осы жылы UFC чемпионы атана ала ма? Менің ойымша, батырымыздың қолынан барлығы келеді. Ең бастысы, жарақатсыз шығып, керек емес адамдарды бұрышына алмаса. Ал сіздер бұл жайлы не ойлайсыздар? Пікір жазыңыздар. Сонымен қатар, біздің арнамызға да тіркеліп, осы видеомен достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Соның арқасында сіздер тек біздің ғана арнамызда емес, бүкіл қазақ тіліндегі контенттің дамуына үлкен үлес қосасыздар. Алдын ала рахмет. Ал енді видеомызға көшейік. Кеттік. Біздің топта ашып отырған қандас қазақ бауырымыз Қытай елінің үздік жауынгерлердің бірі Нартай Қызырбайұлы. 24 жастағы жауынгер қазіргі сәтте 11-1 рекордына ие, және де осы 11 жеңістің жетеуін уақытынан бұрын аяқтаған. 4 нокаут және де 3 сабмишн әдістері. Жалпы, егер ұзақ уақыт бойы біздің қазақ жауынгерлері тек бір спорт түріне мықты болса, яғни бір спорт жағынан күрес немесе де бокс болса, қазіргі сәтте жаңа буындағы жас жауынгерлеріміз әмбебап болып келеді. Яғни универсалды төбелес тәсіліне ие. Мықты және ауыр соққыларға ие, оған қоса жоғары сапалы күрес тәсілі бар. Нартай дәл осындай жауынгерлердің үздіктерінің қатарында. Қытай елінің үздік лигасы JCK деген промоушнде өнер көрсетеді. Өткен 2024 жылы дәл осы JCK лигасының гран-приінде жеңіске жетіп, 1 миллион юань алды. Бұл шамамен 67-68 миллион теңгені құрайды. Бұдан басқа, осы жылдың басында JCK лигасының 66 келі салмақтағы чемпионын екінші раундта Кимура ісімен жеңген болатын. Және де JCK лигасының жаңа чемпион атануы керек еді. Алайда, жекпе-жек алдында салмақ өлшеу рәсімінен өте алмай, жартылай жеңіл салмақ дәрежесіне, яғни шектеуіне кіре алмады. Бірақ, бұған қарамастан Нартай Қытай елінің жартылай жеңіл салмақтағы үздік жауынгері атанды. Сонымен қатар, егерден Нартайға қарсы шыққан қарсыластарына көңіл бөлетін болсақ, әжептәуір мықты және де азулы жауынгерлермен шыққан екен. 29-8, 20-4, 17-6 деген рекордтарға ие өте тәжірибелі қарсыластарды уақытынан бұрын жеңіп, өзінің үздік жауынгерлердің бірі екенін тағы да бір рет дәлелдеп отыр. Айтпақшы, ұзақ уақыт бойы Алматы қаласында тұрып, Сақ Про Тим командасында жаттығып келеді. Нартай осы жылы өтетін UFC-ге кіру үшін арналған Road to UFC гран-приіне қатысуы мүмкін. Бұл арнайы Азия елдері үшін ашылған UFC-ге жол. Сол жерде 3 жекпе-жекте жеңіске жетсең, бірден әлемнің үздік лигасына қосыласың. Сондықтан, менің ойымша, Қытай елінің үздік жауынгері Нартай осы жол арқылы UFC-ге қосылатын тағы да бір қазақ жауынгері атануы мүмкін. Біздің топтың келесі орында қазақтың батыр қызы Аян Тұрсын. 30 жастағы жауынгер қызымыз 7-0 рекордына ие, және дәл қазір Орта Азиялық октагон лигасының чемпионы. Кәсіпқой мансабынан басқа әуесқойлар арасында да өнер көрсетіп келеді, және де ММА мен ушу сайында бойынша Азия чемпионы, әлем чемпионаттарының жүлдегері. Аян UFC-де өнер көрсететін Бекзат Алмахан және де Азат Мақсымдармен бірге дайындалып, Дәнеш Дүнгебаев ағайдың қол астына жаттығады. Әзірше UFC-ге кіру үшін басты кедергі жұмыс визасы. Бұл мәселе менің де басымнан өткен. Себебі Шавкаттың Янгерейге қарсы жекпе-жегіне баруды мақсат қылып, Америкаға визаға тапсырған, бірақ өкінішке орай бермей қалды. Себебінде айтқан жоқ. Сол үшін Аянның осы мәселесі шешіліп, UFC-ге қосылатын тағы да бір қазақ жауынгері болады деп ойлаймын. Аян Алматы облысы Таусүгір ауылының тумасы. Дәл осы жерден кезінде UFC-ге кіруге жақын болған Арман Ашимов та шыққан болатын.
Дәл осы арманның жекпе-жектерін көріп, ММА-ге қызығушылығы ашылған. Ал UFC-дің жұлдызды чемпион қызы Ронда Роузидің жеңістері толығымен аралас жекпе-жекке ауысып, UFC-ді мақсат қоюға себеп болған. Жалпы бұған дейін Аян UFC-ге кіруге дайын болған, және де UFC қызығушылық танытып, Дана Уайттың үміткерлер сериясына жекпе-жек өткізуге ұсыныс тастаған. Алайда бұдан бас тартып, тікелей кіруді мақсат қойған екен. Сол үшін осы жылдың соңына дейін Аян Тұрсын UFC жауынгері болатын шығар деген ойдамын. Топымыздың 3-ші орында тағда бір Қытай қазақ жауынгері Тайлақ Нұрғазыұлы. 24 жастағы жауынгер 11-1 деген рекордқа ие, және барлық жекпе-жегін уақытынан бұрын аяқтаған. Мыңдаған қазақ үшін дәл осы Тайлақ UFC-ді шулата алады. Бұл батырымыз Іле Қазақ облысы Күнес деген жердің тумасы. Спорттағы жолын қазақша күреспен бастап, ары қарай дзюдомен де айналысқан. 14 жасында жақын досы UFC-де өнер көрсетіп жүрген қандас жауынгеріміз Мақсат Қайсармен бірге Сычуан облысындағы Энбо Fight Club деген командаға қосылып жаттыққан. Дәл осы жерде Тайлақ пен Мақсат қазіргі UFC жауынгері Сон Кедонгпен танысып, бірге өскен екен. 2019 жылы Тайлақ Шанхай қаласында ашылған UFC-дің қытайлық филиалына іріктеу өтіп, ең алғашқы өкілдерінің бірі болады. Бұл жерде жауынгерлер жаттығып, арнайы дайындалып, өздерінің жекпе-жектеріне оқу-жаттығу жиындарын өте алады. Дәл осы жерде Тайлақ кәсіпқой мансабын бастап, қатарынан 5 рет нокаутпен жеңіске жетіп, UFC-дің көзіне түседі. Олар Тайлаққа ұсыныс тастап, Дана Уайттың үміткерлер сериясында өнер көрсетуге шақырады. Алайда Тайлақ бұл ұсыныстан бас тартып, тәжірибе жинап алуды көздеді. Айтпақшы, Тайлақ өзінің орнына бауыры әрі жақын досы Мақсат Қайсарды дәл осы Дана Уайттың шоуына жібереді. Сол жерде Мақсат жеңіске жетіп, UFC жауынгері атанған болатын. Тайлақ болса уақыт өте келе UFC-дің Шанхайдағы залынан кетіп, өзіне арнайы зал ашып, айтқанда команда ашып, бапкер ретінде бауырларын дайындай бастаған. Өзінің айтуынша, бауырларының дәрежесін көтеріп, мықты шәкірттерін дайындағасын, солармен бірге UFC-ге қосыламын деген ойы болған. Солай 2023 жылы Road to UFC деген турнирде өнер көрсетуге ұсыныс алады. Оның салмағында гран-при өтпегесін UFC-ге өту үшін емес, жай ғана жекпе-жек өткізуге шақырған болатын. Ал оған қарсы Корея елінің үздік жауынгерлердің бірі Хан Сул Ким шыққан еді. Алғашқы раундта жекпе-жек жақын болғанымен, екінші раундта Тайлақ шынтақпен дәл соққы тастап, қарсысын таза нокаутпен жеңіп кетті. Сол кезде Тайлақтың керемет жеңісіне UFC матчмейкерлері таң қалып, бізге кел деп ұсыныс тастаған. Алайда бұл ұсыныстан да Тайлақ бас тартты. Өзінің айтуынша, әзірге дайын емес. UFC-ге қосылғанда бір немесе де екі қарсысын жеңер. Алайда ары қарай дамып, жекпе-жектерге Америкада дайындалып, жақсы бапкерлермен жұмыс жасау үшін қомақты қаражат керек. Әзірше қандас қазақ жауынгерлерімізде бұндай мүмкіндік жоқ. Сондықтан әзірше тәжірибе жинап, UFC-ге дайын болып барғаным дұрыс деген болатын. Жалпы ойлап қарасақ, Тайлақ шынымен де ар жағын ойлап, дұрыс оймен бөлісіп отыр. Ал жақында түскен ақпарат бойынша Тайлақ UFC-дің Шанхайдағы залына қайта оралып, осы жылы UFC-ге кіруді көздеп отыр. Сондықтан батыр жауынгерімізді жылдың соңына дейін UFC-де көретін боламыз. Топымыздың екінші орнында қарсыластарын бір соққымен құлатып жүрген Қаршыға Даутбек. Жапондық Ryzen лигасында атой салып, жапон халқы үшін көшпенді самурай деген лақапатқа ие. Және бұл жайдан жай айтып тұрғаным жоқ. Себебі соңғы 8 жекпе-жегінің жетеуін бірінші раундта нокаутпен ұтқан. Жалпы Қаршыға Түркістан облысы Сарқырама ауылының тумасы. 15 жасынан бастап бокспен алысып, Қазақстан чемпионы атанған. Қазіргі сәтте әуесқой боксты шулатып жүрген Махмұт пен Төрехан Сабырхандардың бапкері Ильяс Уралбеков ағай Қаршығаны боксқа алып келген бапкер. Кейін 2015 жылы Қаршыға ММА-ге ауысып, кәсіпқой мансабын жергілікті Алаш Прайд лигасында бастады. Одан бөлек әуесқойлар арасында да төбелесіп, азиялық One Promotion гран-приінде жеңіске жетті. Ал кәсіпқойдағы алғашқы 8 жекпе-жегінің жетеуін нокаутпен аяқтап, 7-1 деген рекордқа шықты. Кейін ресейлік ACA лигасында өнер көрсетіп жүріп, Ақтөбе қаласында оқу-жаттығу жиындарында ауыр жарақат алып қалды. Сол және де жеке мәселелерге байланысты жауынгер мансабын уақытша қойып кеткен болатын. Жалпы өзінің айтуынша, толығымен мансабын мәңгілікке аяқтап тастауға жақын болған. Алайда уақыт өте келе Қаршыға ММА-ге қайта оралып, қолына түскен қарсыластарын ұйықтатып жүрді. Өткен 2024 жылы Жапон елінде 4 жекпе-жек өткізіп, үшеуін бірінші раундта нокаутпен аяқтаған. Ал осы айдың 30-ы Ryzen лигасында Чихиро Сузуки деген жұлдызды жауынгермен жекпе-жек өткізеді. Сондықтан бұйырса жеңіске жетсе, ары қарай Ryzen лигасының чемпиондығына шығуы керек. Ал ары қарай UFC-ге жол ашық деп айта беруге де болады. Себебі дәл осы Ryzen лигасынан UFC-ге көптеген жауынгерлер өткен. Иржи Прохаска, Кая Сакура және де біздің жақсы танысымыз өткен жолы асудың көзіне қолын тығып жеңіп кеткен Манель Капы дегендер дәл осы Ryzen лигасында чемпион болып UFC-ге қосылған еді. Сондықтан дәл осы жолмен біздің Қаршығада өтіп UFC-ді шолататын шығар деген ойдамын.
Және біздің топты басқарып отырған Орынбор қаласының тумасы Саламат Ізболаев, 28 жастағы қазақ жауынгері 8-0 рекордына ие және әр қарсыласын уақытынан бұрын құлатып жеңіске жетіп жүр. Жалпы Саламат туралы айтатын болсақ, Ақтөбеден 200 км жерде орналасқан Землянка ауылында туылған. 15 жасында ММА-мен айналыса бастады. Оған қоса әмбебап спортшы ретінде даму үшін рукопашный бой, самбо және тағы басқа спорт түрлері бойынша жарыстарға қатысып, жеңістерге жетіп жүрген. 18 жасында Саламат рукопашный бойдан Ресей, Европа және де әлем чемпионы атанды. Және осындай жарыстардың бірінде UFC-де өнер көрсеткен қазақ жауынгері Дамир Исмағұловты да жеңіп кеткен болатын. Бұдан басқа 2019 жылы әуесқой ММА бойынша ең үздік жауынгер атағына ие болды. Және сыбыстарға сенсек, Хабибтің командасындағы балдарды бірінші раундтарда ойнап жүріп ұйықтатқан екен. 2022 жылы Азия елдерінде кәсіпқой мансабын бастауға тырысқан. Алайда бапкермен түсініспеушіліктер болып қалғасын Орынборға қайтып кеткен еді. Кейін 2023 жылы Ақтөбе қаласына көшіп келіп, атақты еркін күш залында жаттыға бастап, жергілікті Алаш Прайд лигасына мансабын бастаған. Сөйтіп, 2 жыл ішінде 6 жекпе-жек өткізіп, барлығын уақытынан бұрын құлатқан. Соның арқасында Алаш Прайд лигасының чемпионы атанды. Біраз ай бұрын Қытай еліндегі JCK лигасында өнер көрсетіп, қарсыласын бірінші раундта нокаутпен жеңген еді. Қазіргі сәтте Саламат толығымен қазақ елінің азаматы және де UFC-де қазақ елінің туын көтеріп, өнер көрсеткісі келеді. Сыбыстарға сенсек, Саламат ақш-қа визаға тапсырып жатыр. Мақсаты ретінде сол жерде кәсіпқой мансапын жалғастырып, жергілікті LFA, Fury секілді лигалар арқылы UFC-ге өтуді көздеп отыр. Сондықтан менің ойымша, дәл осы Саламат UFC-ді шулатып, шапкаттан да мықты өнер көрсетіп, чемпион атануы мүмкін. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Осы жерге дейін қарағандар үшін көп-көп рахмет. Сіздердің ойыңызша UFC-ге осы жолы қай қазақ жауынгері қосылады? Пікір жазыңыздар. Бәлкім біздің топқа кірмей қалған қазақ жауынгері болса, төменге комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Біз міндетті түрде оқып, келесі бөлімдерде міндетті түрде оларды қосармыз. Бұдан басқа осы видеоға да лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Алға Қазақстан, UFC-дегі қазақ жауынгерлері көбейіп, бірнеше чемпиондарымыз шығады деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған азамат, сол саламатта көріскенше сау болыңыздар.